Алаяқтар артыңыздан несие рәсімдесе, не істеу керек? Маман жауап береді. Алаяқтар артыңыздан несие рәсімдесе, оны төлемеу керек. Бірден несиені рәсімдеген банкті немесе қаржы ұйымын анықтап, оларға шағым жолдаған жөн. Тіпті компаниядан ішкі тексеріс жүргізіп, ақша айналымына қатысты құжаттарды ұсынуды талап етуге де толық құқығыңыз бар. Бұл туралы толық ақпарат айтатын боламын, соңына дейін қараңыздар. Қайырлы күн баршаңызға. Атыңызда несие барын өзгеден білген жағдайда бірден сол қарызды рәсімдеген мекеменің атауын анықтау керек. Олардан келісімшарттардың көшірмесін, ақша аударылған есепшот туралы ақпаратты сұрап, өздерінде ішкі тексеріс ұйымдастыруын талап ете аласыз. Мамандар бұл талаптан бас тартса, қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне жүгіну қажет. Ондағы қызметкерлер шағымыңызды қабылдап, жөн сілтеуге міндетті. Е-өтініш порталы арқылы осы агенттікке шағым, несие немесе сұрау жіберуіңізге болады. Яғни несиеге қатысты мәселе болса, кредитор міндетті түрде ақпарат беру қажет. Өзгенің атына несие рәсімдеу алаяқтың бір түрі. Сондықтан барынша сақ болған абзал, деді қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің бас маманы Мұхаммед Бағдатұлы. Мамандар заңсыз қарызды дер кезінде анықтау үшін кредит жазбаларын бақылауда ұстауға кеңес береді. Мұндай ақпаратты бірінші кредиттік бюродан немесе халыққа қызмет көрсету орталығынан ала аласыз. Бұл қызметті онлайн алуға да мүмкіндік бар. Дегенмен алаяқтың тұзағына түсіп, шағынға батқан жағдайда бірден полицияға хабар берген жөн. Сондай-ақ егов порталы арқылы несиеге тоқтау қоюға болады. Бұл қызметке жүгінсеңіз, не сіз, не бөгде адам атыңызға несие рәсімдей алмайды. Жалпы алаяқтар атыңызға несие рәсімдеп үлгермеу үшін жоғалған құжаттарыңыздың орнына жаңасын алған жөн. Және жеке мәліметтер мен есепшотыңызды еш жерде жариялаудың қажеті жоқ. Сондай-ақ кез келген құжатқа қол қоймас бұрын әуелі ақпаратпен толық танысып алған абзал. Ақпаратым пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.